Так, кеш жарық құрметті серіктестер, құрметті қонақтарымыз бар ма біздің арамызда? Мен жақсы естіліп отырса, қосу деген белгіні қоя өтсеңіздер, және кім қай өңірден екенін жазып өтіп, сұрақтарыңызды қоя өтсеңіздер. Достар, жақсы естіліп отырмын ба? 5 деген. Жарайды, жақсы естіліп отырған сияқтымын. Ал құрметті серіктестер, құрметті қонақтар, көптен бері кездеспедік. Қош келдіңіздер барлықтарыңыз. Біздің бүгінгі қазақ тіліндегі тікелей эфирге қош келдіңіздер. Енді мен ең бірінші өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Райхан Жаманқұлова, Тараз қаласының тұрғыны, BP компаниясының Diamond статусындағы серіктесі боламын, достар. Сіздермен бүгінгі өте керемет ақпаратпен бөлісейін деп отырмын. Ол өздеріңіз білетіндей, біздің BP компаниясының жақсы жаңалықтары, BP компаниясының иегері, біздің ғимараттар, заводтар, біздің ғалымдар және біздің кереметтей ғажап өнімдер және біздің табыс көзі, достар. BP компаниясы өздеріңіз білетіндей 2016 жылы қараша айының 15-інде құрылған, достар. Әлемдік нарыққа 2017 жылдың қаңтар айының 15-інде әлемдік нарыққа бірақ қана өнімменен өзін паш етті, достар. Қазіргі таңда ол өнімді біліп отырсыздар. Қазіргі Elevate өнімі LF8 деп аталынады. Біздің BP компаниясының иегері Дэн Путнам деген кісі миллиардер. Осы өнімдерді, біздің маркетингті барлығын алдыға қойып жолға жасап берген осы Дэн Путнамна суретте көріп отырсыздар. Дэн Путнамның өзінің Майамида 25 этажды Five Star Labs деген өзінің ғимараты бар, және штат Ютада біздің ғажайып өнімдер осы штат Ютада шығады. Мына арнайы заводымыз бар, достар. Сол жерде көптеген ғалымдар, Нобель сыйлығын алған ғалымдар, біздің медицина қызметкерлері бар. Осы біздің өнімдер сол осы заводта шығарылады. Яғни біз тапсырыс берген кезде бізде ортамызда делдал жоқ, достар. Делдал болмағаннан кейін жалған өнімдер жоқ. Тікелей заводқа тапсырысымызды береміз. Тапсырыс бергеннен кейін біздің өнімдерді өздері бізге трек номерді беріп, біздің жақын жердегі пошталық бөлімге шейін бізге алып келіп береді. Осы жерден біздің өнімдер шығады, достар. Енді ең бірінші компания бір өніммен ғана шықты, ол Elevate өнімі, достар, сіздер білесіздер. Құрамында 23 түрлі компонент бар, достар. Ішінде саңырауқұлақтар, көптеген саңырауқұлақтар, жеміс жидектер, микро-макро элементтер, витаминдер бар, достар. Қараңыздар, Elevate'ті қолданған әр адам өзі күш-қуат сезінеді. Күш-қуат сезіне отыра иммунитеті көтеріледі. Депрессия, стресстен арылады, жасарады. Жасымыз әрине жасарғаннан кейін біздің ағзаларымыз тазаланғаннан кейін жасымыз да ұзарады, достар. 700-ден астам ауруға өзінің профилактикасын жүргізеді. Күндізгі тамақ қоспасы химиясыз және консервансыз 100% табиғи өнім. Одан кейін компания бізге тағы да бір өнімді ұсынды. Ол біздің түнгі тамақ қоспасы Accelerate деп аталады. Accelerate ол түнде біз ұйықтап жатқан кезімізде біздің ағзамызға барып, біздің ағзамызда жұмыс істейтін өнімдер. Екі түрлі капсуладан тұрады. Біреусі ақ түсті капсула және біреусі күлгін түсті капсула. Суреттен қарап отырсаңыздар, достар. Accelerate химиясыз және консервансыз 100% табиғи өнім. Elevate'ге қараған уақытта Accelerate-тің құрамында далада өсіп тұрған шөптердің тамырынан алынған сығынды бар, достар. Алоэ вера да бар, бақ өнімі, расторопша дейді, имбир, чеснок, лимон, соның бәрі осы Accelerate-тің құрамында бар. Және гумин қышқылы, көмір қышқылы белсендірілген, мұқжидек, бақ, зімбір, алтей шөптерінің тамырынан алынған сығынды екен. Accelerate-ті қолданған кезде ақ түсті капсуламыз біз түнде ұйықтап жатқан кезімізде біздің ұйқымызды дұрыс қалыпқа келтіреді. Нерв жүйесін, мына есте сақтау қабілеті, есту қабілеті,
мынау қан қысымы, қанттың құрамы, достар, соның бәрі нормаға келтіреді. Ал мына күлгі түсті капсула біздің ағзамызды тазалағыш құрал, яғни бұның ішінде пробиотик, пребиотик, энзим дегендер бар, достар. Сондықтан біздің ағзамызды біз қолданғаннан кейін сол пробиотик, пребиотик, энзимдер қоршап алып, таңертең жұмсақ дәретпенен далаға қарай шығарып жібереді таңертең. Екеуін қолданғаннан кейін таңертең сіз өзі сергек тұратын боласыз, өйткені ұйқыңызда демалып тұратын боласыз, достар. Міне осындай түнгі тамақ қоспалары бар. Одан кейін компания бізге тек қана үлкендерге емес, кішкентай бүлдіршіндерімізге де арнап өте бір керемет өнім шығарды. Ол біздің қазіргі барлықтарыңыз білетіндей Great Kids деген өнімді білесіздер, барлықтарыңыз. Кішкентай біздің бүлдіршіндерімізге арналған және үлкен кісілерде қолдана беруге болады. Химиясыз, бұлда консервантсыз, синтетикасыз, 100% табиғи өнім. Great Kids'тің құрамында біздің балалар бөлек-бөлек жей алмайтын брокколи, сәбіз, қызанақ деген сияқты көптеген шөптер, көптеген жеміс жидектердің тамырын, жеміс жидектерді сублимациялық құрғақтандырылып, екі стикке салып қойған, достар. Сондықтан екі стик ол табиғи тәттіліктен тұрады, біреусі қарамық жидек, біреусі апельсин дәмінен. Бұны қолданған біздің кішкентай балаларымыз күш қуат, әрине күш қуат алады, денсаулықтары жақсарады, көңіл күйлері жақсарады, тәбеті жақсарады, мықты денсаулық болады. Сондықтан иммунитеттері де көтеріледі біздің кішкентай балаларымыздың. Сондықтан мына Great Kids өнімін міндетті түрде кішкентай балаларыңыз болса, осыны тапсырыс берулеріңізге болады. Мына көрдіңіздер ме, құрамында қаншама витаминдер кешені, микро-макро элемент, кокос сүті де бар екен, брокколи, сәбіз, қызанақ, қызылша, алма, шие, апельсин және тағы да басқа осындай көптеген жеміс жидектерді сублимациялық құрғақтандырылып біздің Great Kids'тің құрамына кіргізіп қойған. Сондықтан осы өнімдер бізді үлкен кісілерде қолдануына болады, соққыл қолдануына болады, болмаса фреш, болмаса ауызға сала салуға да болады. Оны да балалар өте жақсы көреді. Одан кейінгі өніміміз, достар, енді компания біздің мына өнімдер өте керемет өнімдер болғаннан кейін, бұлардың ішінде микро-макро элементтер, витаминдер кешені, жеміс жидектер бар болғаннан кейін, достар, бұл өнімдер өзі де су сұрап тұрады. Ал біз суды көбірек ішу керекпіз. Суды көбірек ішкен кезде біздің ағзамызға тезірек сіңеді. Сондықтан компания ол жағында ойластырып қойды. Қазір мына суретте қарап отырсаңыздар, мына хайдрейт деп жазылып отыр. Мына ыдыстағы хайдрейт өнімі, бұл сілтілі су деп аталынады. Бұл хайдрейт өнім біздің ағзамыздағы қышқылымызды нормаға келтіретін осы хайдрейт өнімі. Қалпағын қарасаңыз, төбесіндегі қалпағы 4 литр суға арналған. Достар, қараңыздар, ал адам өзі күніне 1,5-2 литр су қолдану керек болатын болса, мына қалпағында 4 литр суға арналған. Яғни бұл хайдрейт өнімінің иондық кальций, бұл суға қосқаннан кейін суымызды жұмсақтандырады. Ал ол суды қолданғаннан кейін біздің қышқылымыз нормаға келеді. Адамның қышқылы нормаға келу үшін 7-5 болу керек екен. Бұл 9-да 5-ке шейін нормаға келтіріп тұрады. Сондықтан ал қышқыл көп жерде, достар, ауру да көбейетінін оны да білесіздер. Сондықтан осы хайдрейт өнімі қазіргі таңда бізде акцияда болып тұр. Жаңа ғана көрдім, достар. Егер де сіздер осы хайдрейт өнімін беретін болса, міндетті түрде беріңіздер. Бұл да біздің суымызды жұмсартып, біздің қышқылымызды нормаға келтіретін осы хайдрейт өнімі. Одан кейін компания бізге, енді білесіздер, қазіргі таңда осы мына әлемде, оның үстіне біздің Қазақстанымызда да мынау қан қысымымен, қант диабетіменен, жүрекпен ауыратын кісілер өте көп. Сондықтан бізге компания өте керемет өнімді бізге тағы да ұсынып отыр. Компания өйткені бір орында тұрған жоқ, достар. Қараңыздар, өзі де көріп тұр, жүректің суретін көріп тұрсыздар, және бикардио атынан да көрініп тұрғандай, бикардио өнімін бізге компания бізге ұсынып отыр. Бұл бикардио өнімі әрбір отбасында болу керек деп есептейміз. Неге десеңіздер, бұны ер адамдарға да, кішкентай бүлдіршіндерге де, екі қабат келіншектерге де, әйел заттарына да
өте керемет өнім достар. Біздің қан қысымын, қантымызды бәрін нормаға келтіріп тұрады. Ер адамдардың әлсіздіктерін, бізге күш қуат беріп тұрады. Әйел адамдардың ауруларын жоюға өзінің ықпалын тигізеді. Сондықтан осы бикардио өнімі бұл моментінде тез арада өзі жаңағы ықпалын тигізетін осы бикардио өнімі достар. Сондықтан әрбір отбасында болу керек деп есептейміз. Одан кейін бізде көптеген өнімдер бар достар. Қарап отырсаңыздар, иммун деген өнімдер де бар. Қазір иммунокод бар, өте арықтатуға, адамның салмағын азайтуға арналған өнімдер бар. Бізде косметикада жағында бар, иә достар. Сондықтан біздің мына қарап отырыңыздар, мына иммун деген атынан да көрініп тұрғандай, осындай өнімдеріміз қазір біздің магазинімізде бар. Сондықтан қайсы керек өздеріңіз бізден ақылдаса отырып өздеріңіздің тапсырыстарыңызды беруге де болады. Ал енді мен айта кетейін, осы өнімдерді қолданғаннан кейін әрбір адам нәтиже алып жатыр. Бізде кез келген адам осы өнімдердің қай-қайсысын қолдансаңыздар да нәтиже алып жатыр. Сондықтан мен сіздерге нәтижені көрсете кетейін. Мына қараңыздар. Псориаз ауруын көптеген осы біздің айналамызда толып жатыр. Псориаз, экзема деген ауруды. Ал мына суретті қарап отырсаңыздар, біздің осы арамыздағы серіктесіміз, мына қараңыз, бірнеше жылдан бері мына псориаз ауруымен ауырған достар, денесі толық түгелдей псориаз ауруымен ауырып жауып кеткен мына псориаз. Сондықтан бұл қыз ашық киім кимейтін, қазіргі таңда осы біздің өнімдерді қолдана отырып, мына бірнеше уақыттың ішінде біздің Маритамыздың денесі түгел псориаздан арылды. Ашық киім кие бастады. Суреттен қарап отырсаңыздар, жаңағы дене, қол, аяқтың бәрі псориазға толған, мына біздің Маритамыздың денесі. Ал енді араларымызда жүрген шығар достар, алапес ауруын өздеріңіз білесіздер. Алапес деген қазіргі бұрын шанда көруші едік, қазіргі таңда біздің кішкентай бүлдіршінімізде де көптеген адамдарда біз кездесіп жатырмыз. Көшеде де көптеген жерлерде кездесіп жатырмыз. Сондықтан мына алапес ауруы бұл витилиго деп аталынады. Мына қарап отырсаңыз, мына серіктесіміздің Қырғызстандағы бетін, денесін түгел жауып кеткен екен. Осы алапес ауруы түгел меңдеп кеткен. Сондықтан біздің өнімдердің ғажайыптығы сондай достар, өнімді дұрыс тамақтана отырып, бұл кісі осы алапес ауруынан бірнеше уақытта жазылды достар. Одан кейінгі мына қызды көріп отырсаңыздар суреттен, бұл басында ісігі бар, яғни онкология достар. Сондықтан біздің Раушанымыз мына қазіргі таңда осы біздің өнімдерді қолданып, дұрыс тамақтана отыра, осы біздің өнімдерді қолдана отыра, қазіргі таңда Раушанымыз жазылып, бізбен бірге осы еңбегін жасап жүр. Осы Бепик компаниясында еңбек жасап, қаншама адамдарға өзі керемет нәтиже көріп, қаншама адамдарды осы Бепик компанияның арқасында осы Раушанымызға да рахметін айтып жатыр. Одан кейінгі салмақ, енді мына қарап отырсаңыздар, салмақ көптеген адамдар біздің арамызда да жүр. Көптеген адамдар салмақтарын қосып, диетаға отырады, тренажерларға барады, салмақтарын тастай алмай жүр. Сондықтан осы салмақты, артық салмақтан құтылу ол қазіргі таңда проблемаға да айналды десек болады. Ал біздің өнімдерменен қазіргі таңда салмақтан біздің өнімдер табиғи формаға келтіреді. Сондықтан мына суреттен қарап отырсаңыздар, өзіміздің серіктесіміз, біздің Айболат Құспанов, мына бұрын 83 келі болған екен, қазіргі біздің өнімдерді қолдана отыра 3 айдың ішінде 63 келіге 20 келі салмақтан арылған, яғни артық салмақтан арылды десе де болады. Қазір мына көріп отырсыздар. Ал енді салмағын қоса алмай жүрген адамдар бар достар. Қазіргі таңда қарап отырсыңыздар, мынау анорексия деп аталынады. Анорексияны естіп жатқан шығарсыздар, салмағын қоса алмай жүрген кісілер. Дұрыс тамақтана отыра, мына біздің серіктесіміз қазіргі таңда осы мына салмағы табиғи формаға келіп, біздің өнімдердің арқасында қазіргі таңда мына өзінің жайнап тұрған суретін көріп отырсыздар. Одан кейінгі қандай нәтижеміз бар еді, тағы да көптеген нәтижелер бар достар. Мына біздің спортсмендер достар, қараңыздар.
Осы спортсмендердің арқасында біздің өнімдердің нағыз табиғи екенін, 100% табиғи екенін біздің спортсмендер арқылы білуге болады. Әлемдік чемпион атағын алған Дмитрий Петровичев бұл Татарстандағы біздің серіктесіміз. Мына көрдіңіздер ме, қанша дүркін чемпион атағын алған. Сондықтан біздің Elevate қолында тұр. Elevate'ті қолдана отыра, бұлар допинг тест деп аталынады, допинг контроль деп атады, содан өтеді. Сондықтан біздің өнімдердің табиғи екенін осы жерден де байқасаңыздар болады екен, достар. Міне осындай өнімдердің арқасында қаншама адамдар нәтиже алып жатыр, достар. Артық салмақтан да, жаман аурулардан да, онкологиядан да көптеген нәтижелер бар арамызда. Сондықтан ең бірінші мен нәтижені өзімнен бастайын, достар. Менің нәтижем негізінде Бепик компаниясында мен осы денсаулығымды түзеймін деп келгем. Өйткені көп жылдан бері осы біздің Тараз қаласындағы ауруханаларда мен өзім тізімінде тұрған болатынмын. Өйткені менің қан қысымым өте жоғары болды. Сондықтан бертін келе 10 жылдың ішінде менің қан қысымым 200-ден асты, 235-ке шейін барды, достар. Қантым да жоғарылады, денедегі қантым да 12-13-ке шейін барды. Мына көзімнің көруі де өте төмен нашарлап кетті. Белімде грыжа болған, мойнымда зоб болған, 10 сантиметрдей, достар, 9 сантиметр, 9 миллиметр. Көкірегімде киста болатын, басым ауыра беретін, достар. Және де жаңа қыз сияқты мен салмағымды өте төмен түсіріп тастағам. Салмағымды 3 айдың ішінде мен 16 келі салмақты түсіріп жіберген болатын. Және де бұл тек қана мен қарап отырмадым, тек қана біздің дәрігерлердің берген дәрілеріне ғана қарап отырмай, жүгінбей, мен басқа жақтан мүмкіншіліктерді іздедім. Интернеттен қарадым, достар. Содан кейін біздің қалаға қандай БАДылар келеді, БАДы деп аталынады, сондықтан соларды да көрдім, шөптерді де қайнатып іштім. Енді ешқайсысын жаман деп айта алмаймын, бірақ олардың бәрін бүйтіп менің ағзама керек микро-макроэлементтер, витаминдер керек болады. Солардың бәрін алу үшін менің мүмкіндігім болмады, расына келген уақытта. Сондықтан мүмкіндігім болмады. Сондықтан осы Бепик компаниясының Elevate өнімін және Accelerate өнімі шыққан кезінде мен келдім осы компанияға. Қазіргі таңда менің қан қысымым өте тамаша қазір, достар. 120, 130, ары кетсе 140-қа көтеріледі. Қазір мен ағзамдағы қанттан да құтылдым. Қазір 4-9, 5-1. Мойнымдағы зобтан да арылдым. Ол жойылды, достар. Мен клиникаға барып тексерілдім осы жарты жыл бұрын. Мойнымда киста, зоб та жоқ, көкірегімде киста жоқ, белім тып-түзу, белім ауырмайды. Қазір мен грыжадан құтылдым, басым да ауырмайды, достар. Сондықтан мына сіздердің алдарыңызға, мен бұрынғы кез болса, сіздердің алдарыңызда отырып, мен ақпарат айта алмаушы едім, достар. Сондықтан міне өздеріңіз көріп отырсыздар, менде өте керемет нәтиже. Және менен естіген елдер, менен естіген жақындарым, достарым, туыстарым, көптеген адамдар осындай нәтижеге де кенеліп жатыр. Сондықтан біздің командада онкологиядан да, цирроздан да, красный волчанка деп аталынады, достар. Мына витилиго аурулары дейді. Қаншама әйелдер бала көтеріп жатыр, бала сүйіп жатыр да, достар. Сондықтан мына осындай керемет нәтижеміз бар. Ал енді біздің арамызға бүгінгі нәтижеге мен бір кісіні шақырып қойып едім арамызда. Ол кісі интернетке кіре алмады деймін да, Қайырбек жоқ па? Қайырбекті көре алмай тұрмын. Сондықтан Қайырбек интернетке біздің арамызға кіре алмай жатыр. Міне осындай нәтижелер арамызда болып жатыр, достар. Сондықтан көптеген нәтижелер көп, өздеріңіз араларында отырған уақытта көріп те жүрсіздер, біздің естіп те жатсыздар қаншама нәтиже болып жатқан. Міне осындай. Ал енді Бепик компаниясы бір орында тұрған жоқ деп жаңа ғана айттым. Бепик компаниясы тек қана біздің өнімдерді шығарумен айналысумен ғана қоймай, достар. Достар, біздің компанияның миссиясы
әрбір адамның өмірін жақсарту. Сондықтан компания табыс көзінде бізге ойластырып қойды. Әлемдік компания болғаннан кейін, бүткіл әлемдік сертификаттары болғаннан кейін, бірінші күннен бастап GMP, халал, веган, кашер сертификаттары және көптеген сертификаттар, әлемге шығатын сертификаттары бар, әлемдік нарыққа шыққаннан кейін. Сондықтан компания осы бізге маркетинг жоспарды ойлап жасап қойды, табыс көзінде ойластырып қойды. Бүгінгі күні компанияға келген әрбір серіктес табыс таба алады. Және ең табысы мол ақшалы маркетинг жоспары бар екен. Жаңадан келген серіктестер бірінші күннен бастап басқа компанияларға қараған уақытта 15-20 есе көбірек табыс табады. Ал енді көшбасшылар болса, басқа компанияларға қараған уақытта 5-10 есе табады. Ал басқа компанияларда автобонус деген бар, достар, білесіздер, а бізде лайфстайл бонус деп аталынады. Сондықтан басқа компанияларға қараған уақытта ең жомарт бонус ол 20 есе көбірек таба аламыз, достар. Сондықтан бізде лизинг емес, бізде кредит емес, бізде нағыз нақтылай ақшалар бар. Сондықтан сөзімнің дәлелі болу үшін қазір міне табыс көзіне өтейік, достар. Қараңыздар, бірінші күннен келген бастап, сіздердің әрбір шақырған компанияға шақырған адамыңыз құр кетпейді, ол әрбір осы өнімді таңдай алады, біздің магазинімізден таңдап ала алады. Әрбір шақырған адамыңыздан қазіргі таңда бонус, ең бірінші бонус ол $35. Сіздің танысыңыз келді, компанияға тапсырыс берді, сіздің табысыңыз компания $35 төледі. Яғни теңгемен шаққан уақытта бүгінгі таңда 16-17 мың теңге. Әрбір адамыңыздан, достар. Сіз келдіңіз, 2 адам шақырсаңыз, достар, $70 көрдіңіз. Оныңыз 34-35 мың теңге. Ал енді, достар, қараңыздар, 2 адамды үйреттіңіз өзіңізбен бірге. 2 адамды 2 адам шақыруға үйреттіңіз. Олар да $35-дан $70-дан тапты, достар. Ал мына схеманы сіз құрғаныңыз үшін қараңыз, сіз келдіңіз, 2 адам шақырдыңыз, 2 адамнан шақырған кезде компания сізге мына $70-дан басқа $100 тағы да төлейді. Онымыз бірге $170, теңгемен шаққан уақытта 80-85 мың теңге айлық. Не бары 2 адамға ақпарат бердіңіз және оларды үйреттіңіз. Оларды да 2 адам шақыруға сіз ықпал еттіңіз. Ал енді біздің компанияда көптеген жаңадан келген серіктестер мысалға 3 адам шақыра алады. 3 адам шақыруға да болады. 3 адам шақырсаңыз, достар, қараңыздар, $35-дан сіз $105, яғни 50 мың теңге айлық таптыңыз. 3 адамға ақпарат бердіңіз. Және оларды үйрете отырсаңыз, 3 адамнан шақырып үйретсеңіз, достар, мына схеманы құрғаныңыз үшін компания сізге $300 төлейді. Алдындағы $105 мен $405 теңгемен шаққан уақытта 200 мың теңге, достар. Ал енді 4 адам шақырсаңыз, достар, $140, 68-70 мың теңге. Және 4 адамыңызды 4 адам шақырып, сіз сияқты дәл өзіңізде үйретсеңіз, компания сізге $500 төлейді. Алдындағы $140 мен $640, 300 мың теңге айлық. Ал енді, достар, ең тағы да бір керемет бонусы бұның 5 адам шақыру. 5 адам шақырсаңыз $175 таптыңыз, достар. 85 мың теңге айлық, достар. Қай жерде бар, мысалы, бір адамның айлығы десе де болады. Ал енді осы 5 адамнан шақырып, сіз дәл өзіңізде үйретсеңіз, осыны жақсылап, сізге компания $700 төлейді. Алдындағы 175 пен $875, бинарыңызбен $900, теңгемен шаққан уақытта, достар, 430-440 мың теңге. Қазіргі таңда $500 000-ға жоқ сіз бір айдың ішінде аласыз. Ал енді осы адамдарыңыз кейін қайтадан тапсырыс беріп жатса, сол $100-ды, $300-ды, $500-ды, $700 сіздің айлығыңыз болып келе береді. Қанша рет тапсырыс беретін болса, сонша рет сіздің айлығыңыз болып есептелінеді, достар. Ал енді бізге Дэн Путнам осы Қазақстанға, Астана қаласына келген уақытта, достар, мына қараңыздар, бізге маркетингтің тағы да бір оңай жолын көрсетті. Біз оны қабылдадық, қараңыздар. Мына қарап отырсаңыздар, мына цифрларды қараңыз, 1-ден 12-ге шейін бөліп қойған. Бұл не десеңіздер, 1-ден бастап 12-ге шейін 12 ай, достар, қараңыздар. 12 айға бөліп қойған.
тек қана 2 адамға ақпарат беріп, сіз 12-ші айда 57 мың доллар таба аласыз. Ол қалай? 2 адам шақырдыңыз, сіз 1-ші айда 71-де 5 доллар таптыңыз. Яғни 34-35 мың теңге айлық көрдіңіз. 2-ші айда сол 2 адамды үйреттіңіз. Олар да 2 адамнан шақырған болса, достар, қараңыз, сіздің табыс көзіңіз уже көбейді, үлкейді, 120 доллар болды. 3-ші айда сіздің енді оларды да үйреттіңіз. Әрқайсысын үйретіп келе жатсыз. Командаңыз көбейіп жатыр, үйретіп жатсыз. 2 адамнан ғана шыққан командада. 3-ші айда 150 доллар болды. 4-ші айда 210 доллар болды. 6-ші айда 775 доллар болды. Ал енді 7-ші айда сіздің табыс көзіңіз сол 2 адамнан шыққан команданы үйреткеніңіз үшін сіздің 7-ші айдағы табыс көзіңіз 1875 доллар болды, достар. 3-ші айда 3600, 9-ші айда 7200, мына қараңыз, 10-ші айда қараңызшы, 14400 доллар, 11-ші айда сіздің табыс көзіңіз 28750 доллар. Достар, 12-ші айда сіздің табыс көзіңіз 57300 доллар. Достар, мына қараңыздар, 2 адам ғана сіздің бар жоғы 2 адам шақырдыңыз, және сол 2 адамыңызды дәл өзіңіз сияқты үйреттіңіз. 57330 доллар дегеніміз 12-ші айда. 12 ай деген көзді ашып жұмғанша өтіп кетеді, достар. Бір пәсте өтіп кетеді. Жылдан жыл, айдан ай, күннен күн, жылдан жыл өтіп жатыр ғой. Ал бір жылымыз қазір өтеді де кетеді. Ал бір жылдан кейін сіздің табысыңыз 57 мың доллар болады. Теңгемен шаққан уақытта қазір 25-26 миллион теңге. Міне осындай табыс көздеріміз бар, достар, бізде. Бұдан да басқа көптеген табыс көзіміз бар. Сондықтан мұқият тыңдап, біздің маркетинг жоспарды мұқият тыңдап, білмеген жерлеріңіз болса тағы да сұрап, мынау әр дүйсенбі сайын орыс тілінде, қазақ тілін түсінбеген болсаңыздар, сәрсенбі күні қазақ тілінде, орыс тілін түсінбеген болсаңыздар, әр бейсенбі күні бізде тренинг өтіп жатады. Қалай адам шақыру керек, солармен қалай жұмыс істеу керек, солармен қалай сөйлесу керек, телефон арқылы, мына телефонда қалай жұмыс істеу керек, соның бәрін осы тренингтен біз үйреніп жатырмыз, достар. Көптеген біздің арамызда көптеген біраз дәрежеге жеткен серіктестер бар, солар үйретеді. Ал тренингті қарап отырсаңыздар, қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, әр бейсенбі күні біздің өзіміздің тәлімгеріміз Ғалия Серғазинаның өзі үйретіп жатыр. Сондықтан мұндай мүмкіншілікті жіберіп алмаңыздар, достар. Ал енді Алматы қаласында да, Тараз қаласында да офистар жұмыс істеп тұр. Сол офистарға барыңыз, түсінбесеңіздер. Адамдарыңыз болса, естілестіріп барыңыз. Тек қана бізді алдын ала айтып қойсаңыздар болды. Енді мен сіздерге айта кетейін, енді өткен осы 2 аптадан бері мына Zoom-нан көрген жоқпыз барлықтарымыз бір-бірімізді. Өйткені біз Алматы қаласында болдық. Алматы қаласында біраз демалып келдік. Көлсай, Қайыңды оны көзбен көру керек. Мына Шарын шатқалына барып келдік та, достар. Сондықтан осы командамен бірге жүрдік. Командамен сіздер бірге жүрген болсаңыздар, достар, сізде мынау барлығы болады. Өйткені оның энергиясы, о жерден алған мотивация, о жерден алған энергетика, серіктестерден алған, бір-бірімізден алған мотивация, бір-бірімізден алған энергия, достар. Сол бір-бірімізбен алмасып жатамыз. Сондай жерде сіздердің де болуларыңызды біз қалаймыз, достар. Сондықтан келесі осындай демалыста ешқашан қалмаңыздар, достар. Сол кезде сіздің командаңыз өседі, өзіңіз де өнетін боласыздар. Ал енді мен сіздерге өте бір керемет жаңалықпен бөлісіп кетейін деп отырмын. Ең бірінші біздің мына ғажайып компанияның, өзіміздің BEPIK компаниясының керемет бір жаңалығы бар. Оны шет жағасын естіп жатырсыздар шығарсыздар. Қазір біз осы майдың 1-нен басталды, мынау тамыз айының, август айының 31-не шейін бізде осы керемет бір мынандай бір бізге компания ұсыныс жасап отыр. Жақсы жұмыс істеген адамға оңтүстік Африкаға, Мароккоға бізге путевка береді. Ең бірінші 50 адамға. Сондықтан қазіргі таңда өздеріңіз ең бірінші линияларыңыздан 3 балл көресіздер. Ең бірінші 30 адамға, достар,
ол 3 балды кейін түсініп аласыздар. Ең бірінші 30 адамға 3 күн 4 түнге сіздерге мына самолетпен ұшатыныңыз бар, сол жерде гостиницаларыңыз бар, сол жерден тамақтанатыныңыз бар, сол жерде жаңағы конференцияларға, сол жерге демалысқа қатысатындарыңыз бар. Сол 30 адамға осындай бесплатный путевка, тегін путевка беріледі сіздерге. Ұшақты да, самолетпен де тегін ұшатын боласыздар. Сондықтан 3 күн 4 түнге. Ал қалған 20 адамға 50 адам ілінетін болады. Компанияның миллиардер, миллиондаған обороты бар екенін сіздер қазір осыдан ақ байқап отырған шығарсыздар. Ал қалған 20 адамға ұшақты өздеріңіз төлейсіздер, бірақ 3 күн 4 түн сол жерге сіздерге гостиницаға тегін тамақтануға, соның бәрін тек қана самолет емес, қалған 20 адамға соның жаңағы бұл гостиницасы бар, қонақ үйі бар, бүткіл жаңағы мерекелік презентациялар бар, демалыстарыңыз бар, соның бәрін жаңағы 3 күн 4 күнге сіздерде демала аласыздар. Сондықтан бірі күні басталып кетті, қазірден бастап сол тегін демалысқа, ел көрмеген жерге барлықтарыңызды шақырамыз. Сол жерге барайық. Марокко дейді достар. Көп адамдар Турцияға барып жатыр, Дубайға барып жатыр. Ал бізде міне Мароккоға барайық достар. Міне октябрь айында, қазір 1-нен бастап 31 тамызға шейін жұмыс істеп алсақ, қазан айында барлығымыз Мароккоға баруға болады екен. Сондықтан соған дайындалайық. Міне компанияның ең бір жаңалығы тағы да. Екінші жаңалық, енді білесіздер, біз Тараз қаласына өзіміздің тәлімгерімізді, біз білесіздер, 2 дүркін көк бриллиант иегері, біздің тәлімгеріміз, компанияның топ лидері, топ көшбасшысы біздің Ғалия Серғазина, біздің және Айболат Құспанов, ол біздің дәрігеріміз, ол біздің көшбасшы, полковник, қай жағын алсаңыздар, сарапшы, сол Ғалия Серғазинаны, Айболат Құспановты, және көптеген кешегі болған серіктестердің бәрін біз Таразға шақырып отырмыз. Қазір сіздерде жақсы ролик болады, сол роликті көресіздер барлықтарыңыз. Демалатын өте бір керемет кеш болады, және артынан демалу болады достар. Соның бәріне 3 шілдеге, маусымға, қазір май айынан кейін июнь айына шақырып отырмыз достар. Сондықтан қазірден бастап қастарыңыздағы серіктестерді барлығын дайындай беріңіздер. Тараз қаласында біздің топ көшбасшыларды көретін боласыздар. 2 дүркін көк бриллианттарды көретін боласыздар. Сондықтан достар, сіздерді барлықтарыңызды Таразға шақырамыз. Енді достар, компания біздің бір орында тұрған жоқ, сондықтан компания бізде басқа бағытта да жұмыс істеп жатыр. Жаңағы жасушалық өнімдерді айттық, косметика жөнін айттық та, енді бізде басқа бағытында ойластырып қойған компания. Ол біздің экологияны ойластырып қойған. Біздің үнемдеу, жанар-жағармайларды үнемдеу, олардың сапасын арттыру деген сияқты. Сондықтан ол ақпаратқа мен сарапшы емеспін. Сондықтан сіздердің алдыңызда профессионалды сарапшыны шақырып отырмыз. Оны өздеріңіз білесіздер. Айболат Құспанов бізде Бепик компаниясының Diamond дәрежесіндегі серіктесі достар. Сондықтан алдарыңызда Айболат Құспанов. Айболат, сізге микрофонды беріп отырмын. Қабыл алыңыз. Рахмет, Райхан. Көп жақсы жаңалықтарды естіп жатып, бәріңізге де осы жаңалықпен пайдаланып, тыңдап, жақсылап тыңдап алыңдар. Ал енді сәлеметсіз ба, құрметті достар. Менің информациям ерекше. Бүгін негізі бүгінгі эфирдің тақырыбы қалай әрбір жанармайдың 5-ші бағын тегін құю, және сол қалай осы өнім арқылы ақша табу, осы тақырып. Енді бұл жаңадан шыққан технология, бұның аты Beko Fuel Tabs деген технология, өнім.
осы компанияны біздің компаниямыз қазір бүкіл әлемге таратып жатыр осы өнімді. Осының өндірушілері компания Pro One деген бар Америкада. Pro One деген үлкен атақты компания. Оның серіктестері Shell компания, көбісі біледі ол не деген Shell деген компанияны, Exxon Mobil деген, оның бәрі серіктестер. Ал енді біздің Биека жұмыс істеп жатқан компаниямыз, ол да серіктес болып, осы өнімді сол Pro One мен договорға отырып, енді осы өнімді бүкіл әлемге біз арқылы қазір ақпарат беріп жатырмыз, таратып жатырмыз. Сондықтан өте керемет, керекті ақпарат. Қазіргі таңда ең осы бүкіл интернетте осындай өнім таба алмайсыз. Бұл не деген өнім екен? Бұл жаңадан шыққан технология деп айттым ғой. Біріншіден, мына өндірушілер, олар осыны шығарған кезде 3 тапсырма қойды. Бірінші, экологияны тазарту үшін. Осыны шығарған кезде экология тазарту үшін біріншіден шығарған. Екінші тапсырмасы мына мотордың күш қуатын көбейту, двигательдің, автокөліктің, және оның ресурсын ұзарту. И үшінші тапсырмасы үнемдеу. Үнемдеу тапсырмасы. Сонда бұл неге, қайдан шыққан идея? Негізі біз автокөліктің двигатель моторын қарасақ, оның ішіндегі жанармай бәрі мүлдем жанып кетпейді екен. Оның 25% жанбай далаға кетеді екен. Ол неліктен жанбайды? Негізі мына топливо дейміз ғой, бензин болсын, дизель болсын, оның ішінде 25% жанбайтын, неліктен жанбайтын сізге айтып берейін дегем. Оның ішіндегі молекула әртүрлі болады екен. Үлкен молекулалар, олар жанбай сол 25%-ға жатады. Ал енді оны түсіну үшін мен мына отын жаққанмен салыстырамын. Негізі отын жаққан кезде, үлкен ағаштарды салған кезде, олар жанбай түтіндейді. Ол түтіндеп, жанбай, содан кейін көмір қалады артынан. Ал енді сол үлкен ағаштарды жонып, ұсақ етіп, пышақпен қырып, кішкентай осындай шөп жасап жіберсек, ол мүлдем бір-ақ жанып кетеді. Одан кейін ол ешқандай көмір де қалмайды. Сондықтан осы идея арқылы осындай өнім шығарды. Осы үлкен жанармайдың ішіндегі үлкен молекулаларды мына Биека Fuel Taps деген катализатор оны не істейді? Ертіп жібереді. Кішкентай бөлшектерге бөліп тастайды. Сонда кішкентай бөлшектерге жан-жағына кислород көбірек келеді. Сол кезде ол мүлдем бәрі жанып кетеді. Сонда жаңағы 25% жанбайтын жанармайымыз бәрі жанып кететін болады. Осыдан енді үнемдеуде шығады. Осыдан енді экологиямыз да тазарады. Негізі жаңағы 25% жанбай далаға кететін жанармайымыз әрине экологияны бұзады. Ал енді бәрі жанып кетсе, экология да тазарады. Бәрі жанып кетсе, үнемдеуде сіз көресіз да, мысалы 100 литр бағыңыз болса, оның 25 литр жанбай кетсе, сонда ойлап қараңызшы, 25 литр полностью бәрі жанып кетсе, 25 литр бензинге сіз енді 200 шақырым артық жүретін боласыз. Оған энергия көбіректеу болады, күш қуаты двигательдің өзгереді. Ал көбісі сұрақ қояды, мына двигательге зияны тимей ма деп. Әрине, компания осы өнімді 12 жыл тексерген. 12 жыл коммерциялық автобуспен, коммерциялық автокөліктерге тексерген. Сонда неше түрлі сертификаттар бар. Мынау
закон Магнуса Мосса деген бар, мысалы, мына двигатель шығаратын компаниялар және страховой компаниялар сізге мына өнімді пайдаланып, двигательдің бірдемесі болып қалды деп, осы закон құтқарады дейміз ғой, защищает права. Негізі неше түрлі тағы да сертификаттар бар. Мына америкалық мұнай институты тексерген, экология қорғайтын агенттігі тексерген, неше түрлі компаниялар тексерген осы өнімді. И компанияның өзі айтады, бізге келіп тексеріңізші біздің мына өнімді деп. Сондықтан компания 100% гарантия береді. Кепілдік дейміз ғой, 100% кепілдік береді. Сондықтан ешқандай зияны тимейді двигательге, одан ары тек қана оның пайдасын көресіз. Қандай пайда? Енді мына двигательдің құрамдары неге қарайып кетеді? Неліктен осындай күйе дейміз ғой, күйе жағылып қалады? Поршень дейміз, клапан дейміз, неше түрлі свечалар бәрі қарайып қалады. Ол жаңағы 25 литр жанбайтын жанармайымыз осы сол жанбай қалған жанармайымыз өйстіп күйе сияқты жағылып қалады двигательдің құрамдарына. Ал енді бәрі жанып кетсе не болады? Мынау осындай күйе жағылмайтын болады. Одан әрі мынаны пайдаланған сайын тазара бастайды. Двигательдің құрамдары тазара бастайды. Міне мотористер мына картинада көріп тұрсыз, қап-қара поршень. А сол жағындағы неде, суретте тап-таза болып шықты. Ол мына үнемдеу пайдаланған кейін осы мотористер алып көрсетіп жатыр. Уақыт өткен сайын ол тазара бастайды, сіздің құрамдарыңыз двигательдің. Сондықтан двигательдің ресурсы ұзарады. Сіздің автокөлігіңіз көбірек сізге қызмет етеді. Сондықтан осындай барлық тек қана пайдасын көрсетіп жатыр. Ал енді үнемдеуге қарасақ, мына үлкен икарустар бар, үлкен автокөліктер бар, фуралар, олар осыны санап айтқан кезде мен басында таң қалдым. Мына икарустер, екі қаланың ортасында жүретін икарустар, мысалы, олар жылына 2,5 миллион үнемдеу көреді екен. А мына фуралар, олар 8,5 миллионға шейін үнемдеу көреді. Ал енді жеңіл автокөліктер айына 34.400, жылына 0,5 миллионға шейін үнемдеу көруге болады. Менің өзімнің 2 автокөлігім бар. Осы үнемдеуді өзім тексеріп жүріп көргем. Сондықтан 100% мен гарантия берем. Осы өнім арқылы сіз үнемдеу көресіз. Мысалы, 100 литр бак, менің автокөлігімнің бактары 50 литр, сонда мен бір бактан 10 литр үнемдеу көріп жүрмін. Ал енді 4 бактан 10 литрден санаңызшы, 40 литр үнемдеу қалса, сонда 5-ші бакты тегін құясыз. Осыны айтқан кезде мен адамдарға айтам, міне 5-ші бакты тегін құйғыңыз келе ма деп сұраған кезде, әрине адамдар қызығады, ол қалай үнемдеу көруге болады, қалай ол 5-ші бакты тегін құюға болады деп сұраған кезде, мен информацияны WhatsApp-пен жіберем деп айтам да, WhatsApp-ын алып, оларға түгел ақпаратты жіберемін. Сондықтан оны түсінетін адамдар бар, түсінбейтіндер де бар, бірақ қазіргі таңда көп ер адамдар осыған қызығып жатыр. Көп адамдар, ер адамдар көп қазір қосылып жатыр біздің мына командамызға. Негізі осы биылдан бастап, біз 2023 жылдан бастап енді бастап жатырмыз.
бұл өнім ешқай компанияда таба алмайсыз. Ешқандай интернет магазиндерде жоқ. Бірақ біздің интернет магазинде осындай үнемдеу пайда болды. Енді ол әрине өте жақсы мүмкіндік деп айтамыз, иә. Негізі мынандай мүмкіндік жыл сайын келе бермейді. 10 жыл сайын да келе бермейді. Бүкіл бір ғасырда ғасырдың жарысына келетін шығар, 50 жылда бір келетін осындай мүмкіндік. Сондықтан құрметті достар, әрине мына қазақша біз жүргізіп жатқанымыз, менің ойым мына Қазақстанды көтеру, қазақстандық азаматтарды байыту, мына өмірін өзгерту. Осы өнім арқылы қазіргі таңда сіз бір айдың ішінде, 2 айдың ішінде өміріңіз өзгеріп кетуі мүмкін. Негізі жаңа Райхан айтып кеткендей, бизнес планы бар компанияның. Ол бизнес план бойынша осы өнім арқылы компанияның иесі айтады, сіз 20 мыңнан 100 мың долларға шейін шыға аласыз бір айдың ішінде. Негізі мынау өте қазір актуальный дейді ғой, өте керекті, өте керемет өнім. Сондықтан тағы да сіз не аласыз? Мысалы, бизнес, бір телефонның ішіндегі бизнес мынау. Енді сіз интернет магазин сізге компания тегін ашып береді, иә. Сол интернет магазиннің ішінде неше түрлі мына денсаулыққа арналған өнімдер бар да, және осы өнімнің пакеттері бар. Мынау пакет, мынаның ішінде 5 тал таблетка бар да, 5 талын, бір талын 100 литрге арналған. Ал енді 5 талын 500 литрге арналған. Оның бағасы $20, $20. Сондықтан осы бизнесті $20 бастауға болады деп мен сізге айтайын деп отырғаным. Сол көп ақша салмай-ақ $20 бастап, $9 оның доставкасы, сіздің басыңыз қатпайды, компания өзі жеткізеді, бүкіл әлем бойынша 100 мемлекетке жеткізе алады. Сондықтан мына бір талдың бағасы сонда 2800 теңге болып шығады, иә. Ал енді багыңыз 100 литр емес 50 литр болса, жарты таблетканы саламыз. Жарты таблетканың бағасы 1400 теңге болады. Ал енді үнемдеу, жаңа мен айтып кеттім ғой, бір бақтан сіз 10 литр үнемдеу көресіз, және 95-тен 92-ге көшуге болады. Сондықтан ол жерден де сіз қазір 22.500 теңге үнемдеу көре аласыз. Ал енді мынаны арзандау алғыңыз келсе, осындай 8 пакет бірақ алсаңыз оптым дейміз, иә. Сол кезде 2 есе арзан келеді сізге. Біріншіден, бір таблетканың бағасы сонда 1400 теңге болады. Ал енді жарты таблеткасы 50 литр баққа 700 теңге болады. Сонда 700 теңге салып, сіз қаншама үнемдеу көре аласыз. Сосын компания үлкен пакет алған кезде сізге тегін доставка жасайды. Тегін. Әр қалаға, әр мемлекетке, сіздің үйіңізге дейін, жаныңыздағы почтовый отделениеға шейін жеткізеді. Енді екіншіден, жаңа мен айтып кеттім, логистика, сіздің басыңыз қатпайды. Біріншіден, сізде интернет магазиніңіз бар. Үшіншіден, ешқандай риск жоқ дейміз ғой, тәуекелдерді. Ешқандай тәуекелдер жоқ. Негізі сіздің мына $20 салған ақшаңызға осындай керемет өнім келеді, иә. Төртінші, мына өнім енді өте біріншіден керекті, қазіргі заманда эффективный дейміз ғой, өте сондай эффектісі бар да, елдер уже пайдаланып, қазір көріп жатыр. Үшіншіден, мына үнемдеу бітіп қалатын өнім, ай сайын адамдар алып тұрады. Сол кезде сізге проценттері түсіп отырады. Компания өзі төлейді, сіз мына ақпаратпен бөліскен үшін компания төлейді. Сондықтан мына ақпаратты естіп алған адамдар қазір бәрі айтып жүр да, қазірден бастап адамдар уже көбейе бастап жатыр.
Ал енді сіз мына ақпаратты естіп алып, үндемей жүрсеңіз, ертең бір айдан кейін, 2 айдан кейін сіздің көршіңіз келіп айтуы мүмкін. Сіздің даже өзіңіздің туысыңыз келіп айтуы мүмкін. Сондықтан мына ақпаратты естіп, әрқай көршіңіз болсын, туысыңыз болсын, танысыңыз болсын, бәріне де айтып қойыңыз. Менде осындай керемет өнім бар. Қызық болса ақпарат жіберем. Осы видеоны да жіберуге болады. Мысалы, қазір біз мына тікелей эфирде жазып отырмыз. Сондықтан үшінші конкуренция жоқ дейміз, иә? Конкуренцияның қазақшасы бәсекелестік дейді. Сондықтан ешқандай бәсекелестік жоқ. Қазіргі таңда көбісі присадкамен шатыстырады. Бұл присадкаге жатпайды. Присадка ол октановый числоны көбейтетін нәрсе. А бұл октанды көбейтпейді. Мен жаңа айтқандай, ішіндегі молекуланы ол ертіп жібереді. Катализатор дейді, химический реакция болады. Сол кезде жанармайымыз түгелдей мүлдем бәрі жанып кететін болады. И сосын экология да тазарады. И ең сонда соңғысы мен айтайын деген, бізде осындай мына Zoom презентациялар болады. Бізде система бәрі құрылған. Сіздің басыңыз қатпайды, қалай информация берем деп ойламайсыз. Тек қана осы ақпаратты, осы видеоны жіберіп қойсаңыз да болады таныстарыңызға. И жаңағы бизнес планды Райхан айтып кетті ғой. Шынымен осы өнім арқылы сіздің өміріңіз өте тез өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан осы мүмкіндікті жіберіп қоймаңыз, достар. Осы ақпаратпен бөлісіп жүріңіз. Осымен біздің эфиріміз аяқталады. Сұрақтарыңыз болса, мына сізге видео берген, осындай Zoom-ға шақырған адаммен хабарласыңыз. Оның бәрін біз өзіміз көмектесеміз, сізге үйретеміз. Ешқандай қиыншылық жоқ. Тек қана 2 адам қосып, осы 2 адаммен бизнес істеуге болады екен. Сондықтан қош сау болыңыз, тыңдағандарыңызға көп рахмет сізге.